Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді ватрушки булочкасын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жылы сүтке құрғақ ашытқымызды салып араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Содан кейін қантымызды салып, жұмыртқамызды салып, және сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, апарамызды қоямыз. Апарамыздың беті көпіршіктенгеннен кейін ұнымызды шетінен сеуіп, аз мөлшерден сеуіп, сеткадан өткізіп, жақсылап араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Соңынан ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап илеп, жылы жерге бетін жауып алып қоямыз. Тестамыз көтерілгенше дейін салмасын дайындаймыз. Бірінші творогқа қантымыз бен ванилинімізді қосып, үстіне бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып алып қоямыз. Екіншісі нұсқасына алманы ұсақтап турап, оның үстіне қантымызды, корицамызды қосып, газға кішкене қуырып аламыз. Газдың астын жайлап қойып қуырып аламыз. Тестамыз көтерілгеннен кейін қолымызды майлап алып, оны бөлшектерге теңдей етіп бөлеміз. Әрқайсысын домалатып, дайындап, бетін сүлгімен жауып қоямыз. Булочкаларымыздың түрін әркім өзінің фантазиясына байланысты жасауға болады. Мен видеодағыдай етіп жасадым. Булочкаларымызды дайындап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын щеткамен жағамыз. Және штрейзель себеміз. Штрейзельдің рецебі описанияда жазылған. Және пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Менің булочкаларым осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай дайындалады. Ас болсын!